Қайырлы күн достар. Бүгін біз ас қалай қорытылады деген қызық сұраққа жауап береміз. Ең әуелі менің каналыма жазылып, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыз. Ендеше бастайық. Неге ас қорытылуы керек деген сұраққа жауап берейік. Біз тұтынатын көк тағамдар ерімейтін үлкен күрделі молекулалардан құралады. Олар қанға сіңбейді. Ал ас қорытудың жүйесі, яғни осы үлкен молекулаларды кішкентай молекулаларға айналдырып, мысалы крахмалды қантқа шейін, ақуызды амин қышқылына шейін ыдыратып, витамин ретінде қанға сіңіру болып табылады. Ас қорыту жүйесі ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, асшек, тоқшек және де тікшектен тұрады. Мысалы, сіз тамақтанғанда тағамды кішкентай бөліктерге бөлу үшін тістеріңізді пайдаланамыз, дұрыс па? Ол механикалық қорытылу болып табылады. Яғни тіс шайналып, бұлшықеттер жұмыс істеп, шайнап, оны жұтамыз. Яғни бұл механикалық. Ал сілекеймен пайда болатын амилаза сұйықтығы ферменттерді, яғни крахмалды қантқа шейін ыдырату, бұл химиялық түрде жүретін қорытылу болып табылады. Ақырын соңында өңештен жұтылған тамақ асқазанға түседі. Асқазан не істейді? Асқазан қорытылмаған тағамды сақтайды, ас қорытуды жалғастырады. Сонымен қатар асқазанда тамақтағы микробтарды өлтіретін тұз қышқылдары болады. Механикалық түрде ас қорыту асты асқазанның араластыруы арқылы, ал химиялық түрде ақуыздың протеаза ферментінің амин қышқылдарына айналдыру арқылы жүзеге асады. Тамақ ас ішекке түскенше бірнеше сағат бойы асқазанда жатады. Келесі ас ішек, яғни асқазаннан сіңірілген тағам енді ас ішекке түседі. Ас ішекте қандай процестер жүреді? Ас ішек ас қорыту жүйесінің ең ұзын бөлігі болып табылады. Ас қорыту аяқталады және де ас бөлшектері ас ішектен сіңіріледі. Амилаза, протеаза және липаза сияқты ферменттер ұйқы безінен және ішек қабырғаларынан ас ішекке бөлінеді. Өт асқазан сөліндегі қышқылдарды бейтараптандырады және де майларды эмульсияға айналдырады. Біртіндеп крахмал қантқа, амин қышқылдары майлар мен глицериндерге айналады. Бұл қорытылған ас ішектің астары арқылы қанға сіңеді. Яғни ас ішектің астары саусақ тәрізді кішігірім шығыңқы бүйірлер қапталған. Олар астың сіңуі үшін үлкен беттік аудан түседі және де қоректік заттарды дененің басқа бөліктеріне тасымалдайды. Келесі ас ішектің құрылымы бұлшықеттерден, қан тамырлардан және де бүрлерден тұрады. Яғни бүрлер арқылы ол қан тамырларына өтіп, бізге дәрумен ретінде барады. Қалдықтар қалай шығарылады? Яғни ас ішектен кейін тоқ ішекке барады. Тоқ ішектің ұзындығы 2 метр аралығында болады. Тоқ ішектің рентген сәулесі арқылы түсірген бейнесі мына жерде көрсетілген, қарасаңыздар болады. Кейбір тағамдарды қорыту қиыншылық тудырады. Ас тоқ ішекке жетіп миллиондаған бактерияларды қоректендіреді. Ал бұл бактерия ас қорытуға көмектеседі және де көптеген витаминдер түседі. Тоқ ішек судың көп бөлігін сіңіргендей, бұл витаминдерді біздің қанымызға сіңіреді. Сол арқылы біз витамин аламыз. Бұл процесті дефекция деп атайды. Келесі, астың қорытылуында бауырдың рөлі қандай? Яғни бауыр бізде өт сөлін түзеді. Бауыр өте көп қызметтерді атқарады. Олардың көбісі ас қорыту жүйесімен тығыз байланысты болады. Мысалы, бауыр өт сөлін түзеді. Бұл сөл өт қабығында сақталады. Ал ішектен шыққан құнарлы заттарға толы қан тағам бөлшектері сақталады және де химиялық тұрғыда өзгертетін бауырға тікелей келеді. Сонымен қатар бауыр аспен келетін алкоголь мен токсиндерді зиянсыздандырады, яғни залалсыздандырады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.